Жұртқа түсіндіріп өтетін несі бар ол? Менің көзбен көргенім, ол ресми статистикасы керек, анау ресми статистиканы да сұратуға болады. Қиын емес. Қазір тергеу жүргізген органдарда бәрінде характеристикасы болады, мінездемесі әрбір адамның. Менің айтып отырғаным абай саған да мәлім нәрсе. Бұл бар факт. Қаржылық пирамидалар, мудараба, капитал, бірдеңе дегендер. Қажылыққа апарамыз деп лақтырғандар ма? Лақтырғандар. Тағы да ақша табысын көбейтем деп айтатын адамдар. Одан кейін түрлі жаңағы эфирлер жүргізіп. Таза бұл алаяқтық қой енді бәрі. Ондай адамдар бар, жоқ емес. Бірақ мәселе, ең үлкен мәселе, менің айтқан әңгімемде емес. Мәселе бұл тақырып неге солай тарады деген. Мен бағана өзім пост жазғанда айттым, мойындаймын, ақылды жүрістен. Бізде қазір абай мемлекетте осы дін тақырыбын басқасын пайдаланып бүлік жасағысы келіп отырған топтар бар. Оны мен анық айтамын. Өйткені оларға неғұрлым осы шу керек. Осы уақытқа дейін олар дайындады, түрлі діни ағымдарды кіргізіп, өзі дінді өз қырыққа бөліп, мын жаққа, сан саққа тартып, әркімдікі ананың мазхабы, ананың ақидасы, ананың тағы бірдеңесі деп, осы барлық назар діннің айналасына ауатындай жағдай жасады да, бірінші хижаб мәселесінен бастады. Жылда бір рет көтеріліп басылатын еді. Биыл неге басылмай жатыр? Неге бұл үкіметтен шешімін таппай жатыр? Өзің ойлашы. Өйткені бұл әңгіме керек болып тұр қазіргі таңда. Сосын баяғы мен жаңағы әңгімені алды да, әдейі анализ жасады. Ринаттың қазір айналасында 85 мыңның айналасында аудитория көп. Бәленбай миллион қаралымы бар. Демек қазір Ринат аузын ашса, бүкіл адам соған назар аударады деді. Олар оны зерттеді, есептеді. Сосын бірақ конвертпен намазхандардың 80% алаяқ деп ана сөзді өзгертті де ортаға тастай салды. Шын мәнінде не меңзеп едіңіз? Шын мәнінде бұл бар факті. Өкінішке қарай. Менің меңзеп отырғаным сол. Олар домбыра харам, басқа харам дегенше, шама келсе дінге жанашитын адамдар осы діннің атын жамылып, исламның атына кір келтіріп жүрген топтарды түзеп алу керек. Бірінші. Сіз соларды меңзедіңіз? Мен меңземедім, мен қазір ақталғандай боламын да, оны айтатын болсам. Ақталғандай боласыз. Сондықтан мен ақталмаймын. Қалай түсінді кім? Солай. Айтылған сөз менің аузымнан айтылды. Мен одан бір ел кетем деп отырған жоқпын, қашам деп отырған жоқпын. Сол пікірде қаласыз. Түсіндіруге 80% деген пікірде қаласыз. 80% деген ол менің айтқаным, мысалы, мен көрген 10 оқиғаның 8-і деген сөзді. Түсіндің ғой? Мен көрген 10 оқиғаның 8-і, демек ол 10-ның 8-і 80%. Сіз көрген 10 алаяқтың 8-і, 10 намаз оқитынның 8 алаяқ емес, сіз көрген 10 алаяқтың 8-і намаз оқиды. Намаз оқиды. Халықтың түсінбей жатқаны осы сияқты. Түсінбей жатқаны емес. Бұл ойын жалғастырайын абай. Бұл қарашы өзің, қаншама танымал адамдар бар. Біреу тәңіршіл, біреуі әсіре діншіл. Бұлар әлеуметтік желіде күнде дауласады. Бір-біріне ауыр сөздер айтады, басқасын айтады. Бірақ неге менің айналамдағы әңгімені осыған бұрғысы келді? Қазір қараңыз. Бұлар бір топқа жинау керек та, діншіл адамдарды мемлекетке қарсы пайдалану үшін. Осыны түсініп алыңыз. Хижабтан бастады, қазір маған ұласты, бұлмен тоқтамайды. Қазір алдын алмаса, мемлекет болып шешім шығармаса, бұлмен тоқтамайды. Сосын әдем әкелді, мойындаймын, бастары жетті, істеді. Міне Ринат өстіп айтып жатыр, сендерге намаз оқитындарға қарсы деді. Неге? Бұл әсіре діншіл қауымның емес, қарапайым діндегі қауымның да ызасына тиіп, қоғамда шу тудыру. Енді олардың келесі қадамы не болатынында мен саған айтып бере аламын осы жерде. Не болады? Олар қазір бір өте танымал тұлға, бәлкім мен досым болам екен ол, бәлкім бір лауазым тұлға болам екен, соны арнайы жаңағы мәлімдеме жасатам екен маған қарсы, ол жаңағы видео болам екен, аудио болам екен, мені бұл тақырыптан әкетпеу керек, түсінесің ба оларға? Қазір. Олардың ойында мен бұны қыздыруым керек та ары қарай. Жаңа қатты айтып, діндар қауымға, сендер осындайсыңдар, сендер мұндайсыңдар деп, олардың күтіп отырған осы да айтуым керек. Одан кейінгі қадамы жаңағы көрсетеді. Міне, қоғамды нақ екіге бөледі. Ринат жақтайсыңдар ма, басқан жақтайсыңдар ма? Міне, биліктің адамы, міне өстіп отыр деп. Оларға керегі осы әңгімеде. Содан кейінгі мәселесі мақсат. Халықты билікке қарсы шығару. Содан үлкен мақсаты осы. Одан не болады? Одан ол мақсатқа жетсе? Ол мақсатынан Құдай сақтасын жеткеннен. Бұл мемлекеттегі баяғы қаңтар оқиғасы сияқты, одан да бетер. Егер діншіл адамдар ондай қарсылық жасайтын болса,
бұл Сириядағы оқиғаға дәп алып келеді. Ал сонда заң сұрақ туады ғой. Сонда мұны қалап артында тұрған кім? Егер де шын мәнінде ақпараттық шабуыл деп есептейтін болсаңыз. Мұны қалап артында тұрғандар мемлекеттегі өзгеріс қаламайтын адамдар. Кім олар? Бұл бір адам емес бұлар. Кімдер? Көп ескі Қазақстанның өкілдері деп айтайық, қазір мысалы. Қазір сөз тренд болып кетті, бірақ жалпылай соларға жауап жібереміз да. Жоқ, жалпылай соларға жапқан емес. Қара, абай. Ол әр саланың адамдары. Түсінесің ба? Олардың қолында біріншіден ақша бар, байлық. 30 жыл бойы жинаған. Бизнес бар, басқа бар. Олардың әлі қолында билігі бар өкілдері де бар. Оны да жасырмаймыз. Олардың түрлі соңынан ерген қауымы бар өзінің. Біреуінің артында асыра діншіл қауым, басқа біреуінің артында ақпараттық кеңістіктегі жұмыстар. Бұның барлығы есімдері менің аузымнан айтылмау керек. Бұл есімдер. Бұл мемлекетте лауазымды жауапты тұлғалардың аузынан айтылу керек. Алдағы уақытта мен айтылады деп ойлаймын. Өйткені бұл қауіп, қатер, қарсылық ашық басталды, яғни түрлі жақтан басталды. Дегенмен жаңағы сөз, бұл шабуылға қайта келеміз. Тек сізге қарсы, сіз айтып отырған, маған ғана қарсы емес, қазаққа қарсы деп айтайық, ақпараттық шабуыл жасап отырған азаматтардың тірлігі дедік қой. Дегенмен де осы 80% деген сөзіңіз кәдімгі шынайы құлшылығын қылып жүрген қазақтарға да тиіп кетті. Оларға не айтарыңыз бар? Мүмкін кешірім сұрайтын шығарсыз, егер де шын құлшылық қылып жүрген қазақтар болса, мүмкін. Олар бұл сөзді мүлдем қабылдамау керек еді. Қабылдамау керек еді. Қабылдағандар да бар ішінде. Қабылдағандар да бар. Мешітке жұмасына бар, 5 уақыт намаз оқып жүрген азаматтар. Өйткені оларға жаңағыдай жеткізді ол ақпаратты. Әне Ринат сендерді айтып жатыр. Көрдің ба? Сол ренжіп қалды. Ренжіп қалғанда енді шамына тиеді ғой. Шамына тиеді, сен айтып жатыр деген. Оны ешкім жетесіне жеткізіп түсіндірген жоқ қой. Былай деп. Мен де сондай бір қырсық қалатын. Немене мен қате айттым ба дейтін. Содан кейін жаңағы түрлі провокациямен бұл ақпараттық шабуыл жасалады. Бұл ақпараттық шабуылдың түрі бар, тек қана дін арқылы емес. Мен астын сызып айтып берейін. Мысалы, бізде Бақытжан Базарбек деген депутатқа өткенде баяғыда бір казиноға барған видеосы бірінші шықты. Қыстағы барған видеосы. Шықты, анау шықты, мынау шықты. Ақыры баласының коляскасын өртеді. Демек, бұл Бақытжан Базарбекке бағытталған ақпараттық шабуыл және психологиялық шабуыл. Бұның екіншісі бар, психологиялық шабуыл деген. Кеше мысалы түні бойы звондады маған. Неше түрлі адамдар. Сон қойшы деп төртеумен сөйлестім де, қоя қойшы дедім. Сон миым ашып кетті, төртеуіне түсіндіріп. Ойбай, сен сөйтеміз, бүйтеміз. Не дейді сен? Жарайды. Кім байсыз дейік? Енді қазір көрсетемін саған оны телефон. Жоқ, жігіттер қандай жігіттер болды? Әңгімелердің мазмұны неге саяды? Әңгімелердің мазмұны сен біздің алдымызда жауап бересің дейді. Біз сені білеміз, тауып аламыз. Үйтеміз, бүйтеміз, сенің ана артында тұрған братваларыңмен сөйлесеміз. Менің артымда қайдағы брат бар? Сіздің артыңызда қандай братвалар? Соны мен өзімде дос сұрақты қойдым. Демек оларға ондай да дезинформация барған. Ол дезинформация ма? Дезинформация. Сен мен күнде қасымда жүре аласың. Мені білесің. Менің осы тұрып жатқан жағымдағы барлық адам біледі. Мен үнемі жалғыз жүрем. Өйткені жұмысқа барам, келем, аманатқа барам, келем. Бағана мысалы Қазмедиаға барып келдім. Жаяу жүрем. Егер мен артым қуыс адам болатын болсам, бірдеңеден сескенетін болсам, онда бәлкім басқаша жүретін едім. Бірақ оларды жаңағы әңгімелері сол да. Үйтеміз дегенде не? Өлтіріп кетеміз, қастандық қыламыз, не істейді? Түрлі. Мысалы? Тізерлет қойып кешірім сұратамыз деген біреу бар. Екіншісі, сен біздің алдымызда жауап бересің деді. Үшіншісі, мен сенің есік алдынан тосып алып, анай түрде айтты. Айырып кетемін деді. Қалай? Айырып кетемін деді. Қорыққан жоқ. Ол психологиялық. Ол бірінші рет ұрысқан жоқ қой мен басымда, абай. Бұл бірінші рет емес мен. Сонымен кімдер деп топшыладыңыз? Енді бөтен нөмер емес, кәдімгі көзге көрініп тұрған нөмерден хабарласқан шығар, әлде танымал тұлғалар хабарласты ма? Әртүрлі. Өзім таныстарым да бар ішінде, араласып жүрген адамдарым бар. Жаңа ғана біреу жазды. Баяғыдан араласып жүрген досым, бірақ ол намаз оқитын жігіт. Қазір бәлкім оның да аудиосын, хабарламасын тыңдаймын, не деп жүргенін білмеймін. Бұл жаңағы ақпараттық шабуылды жасаған адамдардың көздеген межесі осы болатын. Қай ағым өкілдері деп өзіңіз қабылдадыңыз? Абай, бізде бір ағым өкілі деген жоқ. Ол жаңағы сәләфизм, анаизм, ананаизм, мынандаизм, мынауизм деген бос сөз. Бізде тек қана билікті алып алғысы келетін топ бар. Олардың ағымдары маңызды емес? Маңызды емес. Деп есептейсіз бе? Маңызды емес. Ағым да маңызды емес. Олар кез келген ағымда болуы мүмкін? Иә. Олар тәңірште болуы мүмкін, олар басқа да болуы мүмкін, сәләфизм неше түрлі болуы мүмкін. Ол айтып тұрмын ғой. Сонда бұлардың діни ағымдар олардың тек құралдары ғана да ол.
Бұлар оны тек құрал ретінде пайдаланып, шынайы сенім емес деп есептейсіз? Жоқ, сенім емес. Бұлар құрал ғана ретінде пайдаланады. Сол жаңағы діни ағымдарды басқасын осындай шу тудыруға дайындап жүрген қауымдар. Сіздің ендігі қадамыңыз қалай болмақ? Менің ендігі қадамым, мен бұл тақырыпқа кіріспеймін. Мен бағана да жаздым. Менің алдыма қойған нақты мақсатым бар, міндеттерім бар. Мен соны орындаймын. Мен парламент мінберінде тұрып, ант берген кезде осы елдің өркендеуіне барым салып қызмет етемін деп. Оның ішіне діни ахуалды күрделендірмеу де кіреді ғой. Қазір мен жауап беріп олармен дауласатын болсам, діни ахуалды сол күрделендіреді. Түсіндің бе? Мен үнемі бұндай тақырыптан білемін де бұл ақпараттық шабуыл екен. Сосын қоя салыңдар деймін. Болды. Бірінші рет емес қой, болып жатқан. Күнде болады. 2 күннің бірінде болады. Ана жақтан тиіседі, мына жақтан тиіседі. Мақсат біреу-ақ. Көріп тұр, ашық, біз айтып жатырмыз, мемлекетке қауіптеніп тұр, мынандай болып жатыр, мынандай болып жатыр деп. Соны енді мыналарды үнін өшіру керек, қорқыту керек дейді. Олардың көздеген мақсаты сол. Өйткені олар көрді біздің артымызда қандай аудитория бар екен, және сол арқылы біздің аудиториямызды пайдалана отырып, елдің ішіне іріткі салып отыр. Хиджаб мәселесі бұл да жаңағы азаматтардың жасаған. Дәл солай. Дәл солай. Көшеге шығып ескерту жасаған. Ол берген сигналдары. Енді жарайды. Көшеге шығып, одан кейін не істеу мүмкін? Біздің органдар оған қарап отырмайды шығар. Бәрібір енді ол діни сенімі бар адамдарды райынан қайтару, ол күнкөрісін ойлап, қалай күн көремін деп, айлығым аз деп шулаған халыққа қарағанда, олардың бірдеңеге сендіру, шындыққа көзін ашу өте қиын. Қытайда мынандай бір не бар да, мәтел. Өтірік ұйықтап жатқан адамды ояту мүмкін емес дейді. Түсіндің бе? Сол сияқты. Мәжіліс депутатысыз ғой, фракция тарапынан, әріптестер тарапынан, мәжіліс төрағалығы тарапынан сізге ескерту болған жоқ па кешегі әңгімелерден кейін? Жоқ, әзірге болған жоқ, бірақ бұл әңгіме болатын шығар деп отырмын өзім. Мүмкін болатын шығар, талқыланатын шығар. Талқыланса мен жауабын берермін сөзде тұрып. Себебі бірінші рет емес, оны барлығымыз көріп отырмыз. Мен айтып отырмын, оған етім үйреніп кеткен. Дегенмен әріптестеріңіз сіздің пікіріңізбен лоялды болуы мүмкін. Себебі Ерлан Қошанов өткенде домбыра мәселесі көтерілген кезде мәжілісте өзі де Аманжол Әлтаевты қолдайтынын, бұл домбыраға шабуыл жасаудың артында топтар тұрғанын өзі айтқан болатын. Ол да сол провокация ғой, көрдің бе? Домбыраға тиісті де, мына жақтағы қауым тулау керек болды. Ал мен ол заңды шешімін, жоғарғы органнан шешімін тапқанша әдейі ол дауға кіріспей отырдым. Кіріскем жоқ. Неме кірсем? Көрдіңіз бе? Қаншама жауаптар кетті. Қаншама ауыр сөздер айтты бір-біріне. Ана жақта қоймайды, мына жақта қоймайды. Жаңағы топтарға керегі осы абай. Түсінесің бе? Осы керек. Ол ертең мен үшін ғана емес, мысалы, ертең тағы біреуді тауып алады, тағы бірдеңе шығарады. Бұл әңгіме тоқтамайды. Халық қазір кімге сенерін білмей қалғанын барлығымыз көріп отырмыз, Ринатқа сенеміз бе, жаңағы Намазхан бауырларға сенеміз бе, не болмаса басқа үкіметтің айтып отырғанына сенеміз бе? Осы сәтті пайдаланып деп айтайық, халыққа, сіздің оқырмандарыңызға, қазір екі ойлы болып отырған азаматтарға қандай үндеу, түсініктеме айтсақ болады? Енді жарайды, сіз ақталмаймын, ешкімнен кешірім сұрамаймын деген позицияда отырсыз ғой, ол да дұрыс шығар. Дегенмен де халық көзін ашып дұрыс бағытты білу керек қой. Мен қалай айтқанмен де, абай, қайталаймын, бұл тоқтамайтын процесс, түсінесің ба? Тоқтамайды бұл процесс. Мен қазір айтам, құрметті ағайындар, сіздерді қандай да бір тақырыпқа, қандай да бір дауға әкейлеп, әкеп, арандатып жатса, демек бұл біреуге керек деген сөз. Мысалы өзің ойлашы, абай, мен кешегі 85 мыңның әңгімесі халық шулаған кезде, жалақы 85 мыңның әңгімесі халық ой, Ринаттікі дұрыс деп шулаған кезде шығып, ағайындар, мына үкімет бүйтіп жатыр, давай сөйтіңдер, бүйтіңдер десем, халық дайын отыратын еді, көшеге шыға салатын еді, мысалы. Көрдің бе? Оны осы дауды тудыратын адам бар. Не болмаса, халық өз іліп әкететін жері бар. Оны да қарау керек. Подкаст 85 мыңнан бұрын шықты. Әңгімеден. Бірақ дін туралы әңгіме 85 мыңнан кейін шықты. Осы хронологияны алып қарасаң, түсінікті. Ішінен жұлып алып, тауып алып. Енді зерттейді ғой. Зерттейді, мен айтып отырмын ғой, өте ақылды, жақсы өз ісінің маманы зерттеген, алған,
түсінген, білген халықтың реакциясы қалай болатынын. Енді күтіп отырғандар жаңағы мен мүләйім кешірім сұрап, одан кейін міне мынау өтірікші, 200-ді, міне бұның сөйлеген сөзіне сену болмайды деп ары қарай әкете береді бұл әңгіме. Кешіріп қойыңыздар, менің оған уақытым жоқ, менің оған зауқым да жоқ ол тақырыпқа барады. Өйткені алдымда менің нақтылы міндеттер тұр. Идеология бойынша атқару керек жұмыстар бар, әлеуметтік мәселе бойынша атқару керек жұмыстар бар. Мен соларды атқаруым керек. Ол басқа менің басым ауыртпасын. Мына олардың өздерінің былықшылық әңгімесіне мен кіріспеймін. Неге діни басқарма осындай кезде нақты позиция білдіріп, халықты бірлікке шақыра алмайды? Оны діни басқармадан сұраңыз. Жоқ, сіздің пікіріңіз енді барлық мәселенің түбі соларға барып тіреледі. Біз пәтуа күтеміз, біз дұрыс пікір күтеміз, олардан дұрыс позиция күтеміз, ортасын талыңдар зайырлы мемлекетте қалай болу керек дегенмен де соны қояртпақ болып шығады көбінесе. Ұлтқа, мемлекетке деген махаббаттары жоқ шығар. Солай деп ойлаймын. Олай айтпаса оңай ол бәрімізге. Сол ғой енді. Әйтпесе не, ол діни басқарманың сөзі, ол заңды, сол жерге жауапты, өкілетті басқарма ол. Кәдімгі білдей бір басқарма. Оның жауабы, берген жауабы бір ауыз сөзі бәріне ортақ заң болатын еді. Бірақ егер діни басқарманың ішінде бұл әңгіменің керісінше өрбуін, соған жол беріп отырған, күмән туғызып жауап беріп отырса, бәлкім ол жақтың да мүддесі бар шығар. Махаббаты жоқ дегенім сол отанға деген бізге қазір бірінші қалыптастыру керек нәрсе бұл халықтың идеологиялық қалпы мен әлеуметтік жағдайы. Біз дін болмасын, намаз оқымаңдар деп айтып отырған ешкім жоқ бұл жерде. Бұл жерде тек түсіндіргім келіп отырғаны дінді пайдаланып, діни көзқарасты пайдаланып, мемлекет пен үкімет пен қоғамның арасына іріткі салып, ана топтарды алып шыққысы келіп отырған адамдар бар. Сондықтан қазір біздің әріптестердің ішінде мен де бір-екі жауап көрдім, ол да шулап жатыр. Ана неге былай жауап береді, мынау неге былай жауап береді деп. Қызметтестерім жайлы қандай да бір пікір айтудан басым тартам, өйткені бұл да жаңағы мен айтқан іріткі салуға алып келеді. Бірақ менің ойым, заң шығарушы органда отырған адамдар, үкіметте отырған адамдар бірінші кезекке өзінің сенімін, нанымын емес, мемлекеттің пайдасына тиетін жауапты беруге тиіс. Менің дінге қарсылығым, басқаға қарсылығым деп айтады сөйтіп. Мынау сондай екен, мынау мындай екен. Айтып отырмын, бұл әлі тоқтамайды бұл әңгіме. Барына дейін талпынады. Сосын жаңағы өздері де үміттенеді. Кімде Жұмада бар ғой әлгі Бекингемді қайрап, кім ана Миледи қайрап бір өзінің әскеріндегі бір офицерді қайрайды да, сол өлтіріп тастайды ғой. Арандатып. Сол сияқты әрекет күтеді мысалы ол топтар. Бәлкім мына асыра діншілдердің біреуі барып ринат сауап сайым екен, атпайым екен. Олар оған да үміт етіп отыр. Солай бос екен дейді олар. Көрдің бе?